Бәрекелде келіндерімізді той төріне алып шығайық ағайын, баршаңызды осы той жұғысты болсын. Салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасым, ағарып тұр әмелгей шымылдығың. Ақ ниетпен аттаған босағасым, ағарып тұр әмелгей шымылдығың. Ақ бауырса шашыл болып шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болды екен, ақ шымылдық алдымнан ашылғанда. Бәрекелді ағайын, қош келдіңіздер. Ең алдымен сәлем сөздің атасы, сәлем сөздің анасы деген. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум қаптаған ел, армағайын жақсылыққа жиылған, шеттерінен мейірман, дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, жақсылыққа атпайлап, жамандыққа қақпайлап, ізгілікті иінетіп, имандылықты түйметіп жүрген, жақсылықтың жаршысындай, көгілдір мөлдің тамшысындай болған, асылдың сынықтары, алтынның ұнтақтары. Той десе алып ұшып жүгіретін мәрт қазақтың ұрпақтары. Бүгінгі тойларың құтты болсын деп, бұл қол шапалақ ұрып қойсаңыздар ағайын. Рахмет. Мына шапалақ ұрып атқандардың үйінде той болсын, апа. Ұрсаңдаршы, бес қылатын ойым. Шапалақ ұрмай отқан апалардың қыздарға шығып кетсін. Осыған не дейсің енді? Сән бердік, апа. Қош кеп атсы, төрлетейік. Құдай, әр столға бар, көңіл айтып жүрген адам сияқты. Ал ағайын, баршаңызға осы той жұғысы болсын. Алдарыңызға тағамдардың әр түрі, салаттардың түр-түрі келіп жатыр. Алып ішіп жеп отырыңыздар, тәбеттерің ашылсын. Арқайын дем алып, иықтарыңызды кең алып, бір Алланың бұйырғаны болса, жеп алып отырсаңыздар. Баршаңызға мәлім бүгінгі сырын айтып тұрауыл, жырын айтып тұрауыл. Адалдықты, достықты қалаушы еді бұл ауыл демекші, әлім Шөмекей елінде абырайлы шаңырақтардың бірі болған Аңсатпайдай әкемізбен Тазагүлдей анамыздың шаңырағында ұлан асыр той, ақ түйенің қарны жарылып, бір баласы екеу болып қуанып жатыр ағайын. Бастап атқан тойлары құтты болсын, қосылып атқан балдары бақытты болсын деген қонақтар шын жүректен бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар. Бедекші, Аңсатпай, Тазагүл деген кісілер қайсы бір түрін көріп танысып алғанда болады? Аңсатпай аға, Тазагүл анамыз бар ма екен? Той иелері қайсы? Нақсы ма? Аңсатпай, Тазагүл деген кісілер бар ма? Негізі той қайтмайсыздар. Сіз ба? Мама келсеңізші, құдай. Аңсатпай ағам қайсы? Тұр бойыңа сенің дейін жараса. Ойбай, мына кісілерді. Дария тасса тоғына кеметтей ма? Тез-тез келейікші, апа, 5-ке шақырған тойға 6-да келіп алып, іркіп тұрмайым. Мамаңа бар шақырды. Ей жам, на қолымда бұста. Ек қолда бұста. Ұстайсың ба? Болмаса мамаңа бар. Аңсатпай, Тазагүл дейді. Бар ма? Негіз бар ма тойдың иелері? Аңсатпай, Тазагүл деген кісілер? Аңсатпай аға, Тазагүл апа, келейікші. Ойбай. Ойбай, мен материал сұрап атқан жоқпын, сіздерді сұрап атырмын. Мұны сіз ба? Ой, о кісілер отыра береді. Жаңа келіп алып, не ағып жүріп? Аңсатпай деген кісі қайсы? Ең қайсы? Ең қайсы деп бұн. Папа қайсы? Ойбай, сіз ба? Ассалаумалейкум. Той иелеріне бір шапалақ жоқ па? Шапалақ ұрып атқандар бар ғой, сізді сыйлап келген қонақтар аға. Шапалақ ұрмай отқандар өз сондай адамдар. Ағайын, мына жақсы адамның қуанышы бүгін. Сол жақсы адамның қуанышында қуана білген адамға құт қонады дейді. Сол бақытты бағалай білген адамға ғана бақ қонады екен. Ағайын,
қамшының ғана сабындай ғұмыр ойнап күлгендеріңіз қалады. Баршаңызға осы той жұғысты болып, келін алмағандарын келін алып, қыз ұзатпағандарын қыз ұзатып, сол ұл қыздарыңызға мынандай немере, шөбере сүйіп, ұрпақтарының қызығын көру Алла Тағала баршаңызға несіп етсін. Ағай мына айтады, әке дейді, әке өмір арнасында, әке өмір қазынасында, ойнап, шалғып жүргендерің ағайын, сол әкелеріңіздің арқасында. Баршаңызға мәлім, әке асқартау, бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді. Тойшы қауымға неге мына кісіні танитын адамдар болса, қатыра шапалақ ұрыңыздаршы. Осы кісінің арқасы. Менің әкем, ең жақсы адам. Тек мына бір 200 стол тойға келген, қалған бәрі ауыз ашара келген ба білмеймін. Анамызды танитындар бар ма? Көрейікші, анамызға шапалақ ұратын шығар. Ана сыйлаған халықпыз ғой. Мына кісіні танитындар болса, бір қол соғайық. Ойға жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған ана деген ғана. Анасын жақсы көретіндер қатыра қол соғады. Ей жаным мама, қуанышың құтты болсын. Тазагүл анамызға қарап қойыңыздаршы. Өзі әп-әдемі, жап-жас, сұп-сұлу, сұп-свежий болып, мына кісінің шашына қарып жіберген ғой. Баяғыда бір әйел айтқан ғой, бір еркектің шашын ағарта алмасақ, несіне қатын болып жүрміз деп. Сол сияқты аға жеңше осы балдардан немере шөбере сүйіп, ұрпағыңыздың қызығын тең көріп, тең қартаюды Алла Тағала несіп етсін. Бір сөзбен айтқанда, ұрпақтарыңмен мың жасаңыздар. Нешінші келдіңіз? Екінші келін ба? Шапалақ ұрмайсыздар ма? Екінші келін екен, сіздерге де жұғысты болсын. Баяғыда бір, енді сізді айта берейін, Тазагүл анамыз сияқты бір анамыз осындай немересіне бақырып атқан ғой, мынандай немересіне. Құдая тауба, Құдайдың берген бағы едің. Құдая тауба, Құдай үшін жатшы, Құдай үшін ұйықташы деп бақырып атқан ғой. Сөйтсе немересі айтады дейді. Апа үнемі Құдай дей бересіз. Құдай деген кім депті ғой. Сөйтсе апамыз айтады дейді. Ей балам, Құдай деген кім деме. Құдай деген ол құдіретті күш, адамның көзіне көрінбейді. Жат, ұйықта деп ұйықтатыстан ғой. Сөйтсе немересі азанда тұрып айтып атыр дейді. Апа мен түнде Құдайды көрдім ғой деп. Қайдан көрдің десе, түнде сіз мені ұйықтатқан кезде өтірге ұйықтап атқан болатым. Мына атам жайлап келіп, есікті ашып, сіздің артыңыздан түртіп қалып еді. Атама қарап, Құдай ау, ақыр келдің ба дедіңіз ғой деп айтады дейді. Сол сияқты аталарын Құдай деп жүрген немерелері көп болғай деп бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Ал енді ағайын көп созбай, ғадептен озбай. 21 ғасыр технологияның дамыған заманында осы түскен келініңізге музыкальный вариантта беташар марасымын жасаймыз. Солай ғой. Басы музыкамен насихатын айтсақ, әрі қарай осылай жазып берген адамның аттарыңыз қате айтып атсам, мені кешіріңіздер. Мынаны жазған адам враш па, бірдеңе. И мен, м, бәрі бірдей болып кете берген, ізі мынандай болып кете берген. Өзің тауып ал дегендей. Сондықтан аттарын қате кетіп атса, кешірім сұраймыз. Ай, мұғалім апа, сіз бір жер тұрмайды екенсіз. Тазагүл апа! Бекерден бекер шашың ағармапты ғой. Бір жерден тұрмайды екен ғой, а? Мама, осы кісілердің Аңсатбай ағамыз Тазагүл анамыздың келінің көрімдігін салған кезде ниет етіп салыңыздар, бізді де келін алуға жетірсін, немере келінге жетірсін деп. Тағы да ойлап қалмаңыздар, мына тамада бала ақша сал деп жатыр, ақша құмар бәлекен деп ойлап қалмаңыздар. Мен вообще ақша құнықпағанмын, қызықпағанмын, просто маған керек десін. Аға, апа, бір беташаршы жігіттің алды бір 5 литрлік банкі болса, әкеп қойыңыз, айтады ғой, көрімді қайқа саламыз деп. Ал аға, сіз алысқа кетіп қалмаңыз, мына жерде тұрыңыз. Сізді қазір той қонақтар іздейді, шапанын жауады, не қылады. Айттыңыз ба? Әкелем ба? Ойба. Мен банкі көрмесем бет ашпаймын, апа. Әдетім жаман.
банкіні көріп тұрып бет ашам. Ал ағайын баршаңызға осы той жұғысты болсын. Әрбір ата-ананың арманы ұлды ұяға, қызды қияға қондыру дейді. Әрқашан армандарыңыз орындалсын. Олай болса ағайын, рұқсат Алладан деп бет ашарымыздың бірінші бөлім бастауға рұқсат етсеңіздер. Осында жиналып келген халқымызға, мынау ағайын туған жалпыңызға тілер тілектеріміз, мына ұлдарың өсіп бай болсын, құлының өсіп тай болсын, қыздарың өсіп қылықты жұлдыз болсын, ай болсын. Тоқ өтерін айтқанда, дәулетке сәулет, сай болсын деп, тағы да бір ду қол шапалақ ұрып қойсаңыздар. Маэстро! Сот банкіде болды, деген баласында. Ағайын, бір кәдең ау жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Бетіңді келін ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным, жас үлкен деп сыйлап жүр, құрмет қылып жасқанып. Келін келдай туғандар, ағайын бауыры ұландар, ата-анасын қуантып, көрімдігін сұраңдар. Тойдың мына ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бірі-біріне ұнар жұрт көрімдігін асырсын. Деп тұрамыз арасында. Ел ардақтар сыйлыны, көңіліңе тұймыны, басқа ауылдың бір гүлін, осы ауылдың сүйділі. Айналайын жас келін, көңіліңе тұймыны, қызға келін болу қақ, бұл алғаның бұйрығы. Бұзылар деп сымбатым, стептен қақпа келіншек, сәбиіңдай жылатып, сүттен қақпа келіншек. Баласанын екеумен шектей көрме келіншек, ассадағы жетеуден көптей көрме келіншек. Бастайын, асықпайын, саспайын, ағайын мен туысты таныстырып тастайын. Халқына әлем дана кел, алғыс елден ала бер, атын атап кетейін, келін сәлем сала бер. Өтсе де жыл ғасырың, ешкім ғұмыр болмайды, әуелі сәлем ете ғой, әр уақыттар сен ай қолдайды. Қолда барда тартынба, жұма сайын барыңдас, өлі риза болмаса, тіреш қашан байымас. Аталардың батасы ұрпағына жарап тұр, әр уақыттарға бір сәлем, төбеден анау қарап тұр. Осы сәулеттен өткен мархум аталарымыз, мархум аналарымыз бар. Ағайын, бірің өзің көрген болсаңыздар, бірің көзін көрдіңіздер. Атаң өлсе де, атаңның көзін көрген өлмесін деген қалықпыз. Сондықтан ағайын бет ашарымыздың екінші бөлімін осы сәулеттен өткен мархум аталарымыз, апаларымыздан бастауға рұқсат етсеңдер. Ағып тұрған дарияның тоқтап қалғаны сол жаман. Тірі жүрген инсанның ерте кеткені сол жаман. Арамыздан ерте кеткен мархум аталарыңыз болған Еспан мархум аталарыңыздың рухына, таспен мархум аталарыңыз, Омар аталарымыздың рухына, Әсембай мархум аталарымыз, Қонысбай мархум аталарыңыздың рухына, Қосай мархум аталарыңыз, Қайрат мархум аталарымыз, Базарбай, Әбен, Жақсыбай мархум аталарыңыздың рухына жүп сәлем бер келіншек, жүп сәлем әйле келінжан. Мархум ата аталған аталарымыздың жатқан жерлері жақты, топырақлары торқа болғай. Жүрің деп, тойда бір ойнап күлің деп, бар болғанда арада тұрмас беді күлім деп. Мархум қайнағаларың болған Қуат ағаларымыздың рухына, Банияз, Анвар ағаларымыздың рухына жүп тәжімет келіншек, жүп сәлем әйле келінжан. Мархум ата аталған ағаларымыз, апаларымыздың жатқан жерлері жақты, топырақтары торқа болсын. Өліні тірі сыйламай, ел болмайды келіншек. Кім өліні сыйласа, кем болмайды келіншек.
мархум қайнапаларың болған ақ жарқын мархум апаларыңыздың рухына, Ұлмекен, Жібек, Рая апаларымыздың рухына, Сапаргүл, Жиенгүл, Талма мархум қайын апаларының рухына жұп тәжмет келіншек, жұп сәлем әйле келінжан. Мархум ата аталған қайын апаларыңыз, қайнағаларыңыздың жатқан жерлері жақты, топырақтары торқа болсын. Ішімде кетті арманым, ішімде кеттау арманым, көнбеске барма амалым. Көр алмай қызықларыңды арманда кетіп барамын. Осы үйдің ошақ малжанын аманат қылып ал жаным. Сөндірмес балам отыңды, ақылды болса алғаның деп кеткен мархум ата апаларымыздың рухына жұп тәжмет келіншек, жұп сәлем әйле келінжан. Ал енді ағайын туысқандар тағы бір нәрсені айтып өтейін. Түнгі сағат 1 бола ма, түнгі сағат 12 бола ма, даруазаңызды кім қақса да, телефондарыңызға қандай SMS келсе де, тек қана той деген жақсы хабар келсін ағайын. Олай болса, тойхананың құрметіне, жас келіннің құрметіне бір той шапалағын ұрайық ағайлар. Ал енді осы әулеттің үлкендері бар, ағайын туысқандары, осы әулетіміздің үлкендері, ауыл бар ма ақсақалсыз, ауылсыз дейді. Осы Әлім Шөмекей әулетінің үлкендері, Бозбан әулетінің үлкендері, жас үлкен аталарымыз, жас үлкен аналарымыз бар. Үлкен ата ене аталған, үлкен ата ене аталған минетте болған қағарман. Ұлды өсіріпияға, қызды қондырған қияға, қазір өздері құрметті пенсияда деп, үлкен ата, үлкен енелерің бар екен. Жұманияз үлкен атаңыз, Шекергүл үлкен енесі бар ма? Жұманияз, Шекергүл, Әли аталарыңыздың құрметіне, Сұлтанбай, Гүмісай, Ғабит плюс Гүлайым, Полат бенен Зейнепке, Рабат бенен Сараға, Ақжаргүл атлы енеңіз, Рүстем менен Құлбайға, Әділ менен Тәжған, Абай менен Амина атты, Роза атты үлкен енелеріңнің құрметі. Біреуі де келмеді, бар ма өзі? Үлкен ата, үлкен енелерінің құрметіне 4 сәлем бері келіншек. 4 сәлем айлы келіншек келетін шығар. Жұманазар, Шекергүл, Әли, Роза енелері, Сұлтанбай, Күмісай, Ғабит, Гүлайым, Полат, Зейнеп, Рабат, Сара, Рүстем, Құлбай, Ажаргүл, Әділ, Тәжхан, Абай, Амина. Негіз бар адамдар жаз қойыпсыз ба, апа? Біреуі де келмей жатыр ғой. Родной ата, родной енесі дейді. Ақсақалы ауылдың жас үлкені бәрінің, төбедей болып төрдегі отырған анау атаңыз, қуанып жүрген атаң бар. Аңсатпай, ойбай, апам неқті банкі бар, банкі егесі. Жоқ, қалта, прокаттікі ғой, апа, кәсін. Салдыңыз ба? Ойбай, жүп болсын, апа. Аңсатпай, родной қайнатаңа өз алдына 4 сәлем бері келіншек. 4 сәлем әйле келінжан. Аға, мал балаң шашу дейді. Бісміллә. Жүп болсын аға, екінші келін ғой. Жүп болсын, оны алып қалып не қыласын деймін да. Мал балаң шашу көріп қойдың да, екеуі бар екен. Ойбай. Өзінің енесі таза гүл неше сом салады екен, қарап отырыңдар. Анау тұрған енесі қара бір жердің кемесі, келін келді дегеннен көкке жеткен төбесі, қуанып жүрген енең бар, Тазагүл атты, родной қайненеңе. Неше сәлем бергізейін, апа? 6 сәлем дейді. Апа, не қылайын деп едің, тауар, ақшасын берсең болатын еді ғой. Келін болсаң инабаттыр. Не істеп атсыңдар? Үшеуің үш түрлі иіліп, бірде иіліңді, құдай. Нешеу болды? Екеу болды ма? Екеуің қос, ене деген авторитет. Ойбай, таяқты ма? Таяқ дұрыс ұста дейді. Ана сәлем сал деген салмай атса, таяқпен салып қал. Қашан үйретім? Ал, мұрындық ата, мұрындық енеңіз бар екен келінжан. Елдің даңқын асырған мұрындық атаң бірі асылжан. Аярым жоқ ұлдан деп осы тойға шашылған. Мұрындық ата, мұрындық енеңіз, Бауыржан менен Замир атлы, мұрындық ата енесіне жүп сәлем бері келіншек.
Жұп сәлем айлы келінжан. Мұрындық ата, мұрындық енесі Бауыржан Замира. Елімізде абырайлы адам деп мұрындық ата ене қылып сайланған. Мұрындық атасы. Ассалаумалейкум. Ұл құтты болсын аға. Жұп болсын аға. Ел кезек үшке дейін аға. 4 құбылаң тең болсын. 5 уақыт намаз оқы. Ойбай, мұрындық апа бар ма? Соң атанам сасай, бір үйде тұрмайсың. Бір үйде тұрасыздар, сасай. Бір үйде тұрмайсыңдар ма? Аға, бала-шаға бар ма? Бала-шаға бар ма? Бар. Соң атанам сал. Бүгін біздер мұрындық атаның арқасында манты пісіреміз. Рахмет. Тойыңызға қайтсын. Міне шыққасын қайтып бер деп жүрме, аға. Ұл құтты болсын, қыз құтты болсын, қызметі берсін. Ойбай, үйтіп алып қалмасаң болмайды, аға. Ал қайнағаларың бар, бір қатар қайнаға абысылары бар екен. Қайнаға шабар пайдаға дейді. Анау тұрған қайнаға деген қаяға, қалың мал қадер сұрарда салып тұрар айлаға. Қайнағаларың бар екен, абысындарың бар екен. Рүстем менен Тамара, Рүстем плюс Тамара, Талғат атты қайнаға. Батыр менен Дәмехан. Ой, мұнеқті. Я, мен костюммен жабыса бересіздер. Костюм прокаттікі қалтасы шешілмеген. Қайнағаларың бар екен. Крутой қайнағаң. Рүстем менен Тамара, Талғат атты қайнаға. Талғат және де Батыр атты қайнағаң. Дәмехан атлы абысын. Мақсет менен Лалаға. Бақытжан менен Юлдызға. Майрамбай атлы қайнағаң. Азамат менен Айнашқа. Сәбит менен Гүлзиба. Жайлаубай менен Фируза. Қанат менен Зияда. Айбек менен Айсұлу. Нұрбек атты қайнағаң. Әділ менен Дұрдан атты қайнаға абысындарының құрметі. Звание құтты болсын қайнаға дейік. Келіншегің атынан сасай. Біреу келіп атқан жоқ, сал. Атың кім? Красавчик қайнаға. Атың кім? Қанат деген қайнағыңа жұп сәлем салшы. Бір өз келді өйтуір. Пай, ұсойының дайысы деген қайсы деп. Дайы аталары, дайы апаларың бар екен. Иінінде ақ жаулығы, әлібеккем саулығы. Көбейе берсін олардың ақылығы мен шаулығы деп. Дайылары, ер жігіттің үш жұрты болады. Өз жұрты, қайын жұрты, дайы жұрты дейді. Дайыларың болған. Нұрадин, Жұмагүл, дайы ата апаларыңа. Дәрмен бай менен Гүлайым. Мұрат менен Арзыгүл, Тамара атлы дайы апаңа. Мақсет менен Анарға. Жұмагүл атлы апалар. Амангелді Айзада. Дүйсен менен Сарбыназ атлы дайы ата, дайы апаларының құрметіне жұп сәлем бері келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек. Бай, ұсойдың дайысы деген қайсы деп. Дайылар тойларында қайтсын, біріңіз мың болсын. Келін алып қыз ұзатыңыздар. Жиендердің қуануын қарашы, жан жүректен бақыт білеп, ақ тілекті арнадың. Жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадың. Микрофон өшіп қалып отыр ғой. Жақсы биге жалғадың. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар қалмады. Дайылар тойларыңызға қайтсын, біріңіз мың болсын. Таусылмайтын, сарқылмайтын мейрам. Ал ағайлер, қыз бала қайда жүрсе де тілекші болады дейді. Әулетіміздің қызлары, күйеулері бар екен, апаларымыз, жезділеріміз жақсы жезде әкедей болады дейді ағайлер. Жақсыларды көзбеген апа сәймерді, құдай чам. Қарлық бағай. Чам, астында қалтаға салау, астында. Атыңыз кім апа? Жұмагүл апа. Жұмагүл апа, құдайым бойың өсіп кеткей апа. Чам апа. Күлсен кәріге күл дейді, бір шапала құрайық Жұмагүл апамызға. Тойыңызға қайтсын Жұмагүл апа. Сәлем сасаңдаршы, көздерің бақыраймай, Ақша салып атқан жоқ па? Көз бақырайып, ақша қарап тұр, неше сом салып атыр деп. Ал қайнапаларың бар. Апа деген анадай ақыл айтар аямай, күліп шықсаң алдынан еркелетер баладай дейді. Ажапаларың, жезделерің болған. Алия атлы қайнапаңа жұп сәлем бер келіншек. Алия менен Маралға, Қадырбай әнде Зояға, Анвар менен Галияға, Қанат менен Баянға, Азамат әнде Зинаға, Альберт менен Жанатқа, Жұлдыз атлы қайнапа, Алима, Жұлдыз менен Алиге, Света менен Баймұрат, Индира менен Ербол атлы қайын апа жезделер тобарына жұп сәлем бері келіншек. Жұп сәлем айлы келіншек. Апалары жезделері тойларыңызға қайтсын. Бірге туған бауырды ұмыттырар. Ат аталмай қатардан
қалғылар бар ма қарашы, қалтарыста қалмасын. Дайы қайын апа, тайы жезделерің, дайыларың болған. Нұрлыхан атлы қайын апаң, Тимур менен Амангүл, Аббас менен Гүлімхан, Гүлшат атлы дайы қайын апалардың құрметі. Аллабай менен Назира атлы қайнаға абысылар. Толыбай әмде Гүлсынай. Кім? Тұрсынай менен Толыбайға. Меңлібай атлы дайы қайнаған, Құрал менен Гүлши атлы қайнаға абысылар топарына да жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келіншек. Дайы апалары, дайы ағалары тойларыңызға қайтсын. Ер жігіттің үш жұрты болады, өз жұрты, қайын жұрты, дайы жұрты дейді. Дайылар тойларыңызға айтсын, біріңіз мың болсын. Ағамыз бен апамыздың жолын беріп келін ал қыз ұзатыңызлар. Бөлем дегізген, бөліп бір нанды жегізген. Бөлелерің бар екен, 4 аяқты да бота тату, 2 аяқты да бөле тату деп. Бөлелерің бар екен, Азамат атлы бөлеңе, Карима менен Азат атлы бөлелер. Жақсыгүл мына бөлеңіз, Көззал атлы бөлеге Аллам берген мен Бақтыгүл атлы бөлесі. Құдай берген Бағила атлы бөлелер топарына да жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келіншек. Ал келіншектің қайнысы деген қайгысы, көрейікші түрлерін бір сұлу ғой байгысы. Қайнылерің бар екен, бикешілерің бар екен. Динура атлы красавица бикешіңе өз алдына жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келіншек. Дилнура, Айнура, Диана, Наргиза, Райхан, Гүлнур, Нурия, Нұрсая, Мясар, Жарғынай, Жансая, Салиха, Арухан, Зиуар, Ұлдаулет атлы бикешілеріңе жұп сәлем бер келіншек. Келіншектің қайнысы ағам айыл алды деп маған кезек қалды деп қуанып жүрген қайның бар. Азизбек атлы красавчик қайныңа жұп сәлем бер келіншек. Азизбек, Дәулет, Султанбек, Нұрлан, Нұрсултан, Нұржан, Мұхаммед, Бауыржан, Ерлан, Исламбек, Дәуран, Акбар, Олжас, Алмас, Алпамыс, Жарас, Қайрат атты красавчик қайныларыңа жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келіншек. Балаңыздың атынан ба, ойбай жаным апа, тойыңызға қайтсын. Ал әулетіміздің қыз алысып, қыз беріскен құдағайлары бар екен, ағайлер. Жырдан маржан құрайын, шалғып тасып тұрайын. Сөз кезеген келесі құдағиларымызға бұрайын. Қыз алысып, қыз берген, 1000 жылдық құдағилары бар екен. Шәмшет атлы құдаға, Серегүл атлы құдағи. Шәмшет пенен Серегүл, Жүзімгүл атлы құдағи. Кеулімжай менен Зернегүл, Зерхан атлы құдағи апаларымыздың құрметіне жұп сәлем бер келіншек. Құдағилары Шәмшет, Серегүл, Жүзімгүл, Зерхан, Кеулімжай, Зернегүл. Құдағиларымыз. Армысың асыл құрдасылар, замана бірге сырласар. Сізлерге сенім болмаса тамаша тойды кім бастар деп. Ата енеңіздің құрбы құрдастары, жетпегенді жетіріп, өтпегенді өтіріп жүрген. Аңсатбай ағамыздың класслас достары 0060-тың қыз жігітлеріне жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келінжан. Аңсатбай ағамыздың класстастары 0060-тар. Тазагүл анамыздың кәсіплес дослары нөмірі 21-ші ұлыма білім беру орта мектебі. Сондай ма? 21. Мұғалімсіз ба, па? Құдай жаным. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп. 60-тар мана? 0060-тар емес па? Ойбай, тойларыңызға қайтсын. Біздің Аңсат ағамыздың класының жігіттері тойларыңызға қайтсын. Келін алыңыздар. Нөмірі 21-ші ұлыма білім беру орта мектебіне жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем әйле келінжан. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп ұстаздарымыз. Ал ең соңғы сәлем нама қоңсы қобалар дейді. 60-тың қыз жігіттер ма? 60-тар ма? Ойбай, тойларында қайтсын. Мұғалімдер ма?
Ойбай, сәлем бердік. Мұғалімдерім ақша салады екен, өзім сәлем салам, ұстаздар. Алар тұра береді ақшаға қарап. Ұстаздық еткен жалықпас, тойларында қайтсын, басымызды иеміз, алдымызда аман жүріңіз. Ұстаздар, бір әріп үйреткен ұстазыңа 40 жыл тәзім қыл деген. Ал енді ортамызда қоңсы қобалары, ағайын қиямет күні қоңсыдан, алыстағы ағайыннан жақындағы қоңсы тату дейді. Жетпегенді жетіріп, өтпегенді өтіріп, неше күннен бері қызметте тік аяқта жүгірген қоңсы қобалары. Аулымыздың билері, жаман емес күйлері, келін келді дегеннен дайын тұрған үйлері, нан жабарда нан жауып, ауырсағын пісірген, неше күннен бері қызметте жүрген қоңсы ағаларымыз, қоңсы апаларымыз бар екен. Базар атлы қоңсы апамызға, базар атлы қоңсы апамыз, Марат пенен Бибіназ, Еркін менен Розаға, Қошқарбай плюс Гүлнара. Мына біреу не қыл деген апа? Тұрдыгүл ма? Тұрсынгүл атлы қоңсы апалар, Тұрғангүл атлы қоңсылар. Өз жазып, өзі де оқи алмай атыр ғой. Тұрғангүл атлы қоңсы апамыз, Шыңғыс пенен Сұлухан, Тілеубай атлы қоңсыға, Парахат атлы қоңсы ағамыз, Алима атлы қоңсы апаға, Гүлзира атлы қоңсылар, Сейт Мұрат пенен біреу, Тұрғангүл, Жұмабек әмде Баршынгүл, Оңғар менен Базарға, Қазбек менен Наукаға, Теңел менен Қалбике. Кім дейді о? Сапарбай менен Гүлшиға, Кеңесбай менен Замира. Ат аталған, аталмай қалған барша қоңсы қобаларға жұп сәлем бер келіншек. Жұп сәлем айле келіншек. Мерімге толы жандары батасын берер. Ал келінжан өзіңіздің құрдастарыңыз, Манастың достары, ағайын жігіттің қандай екен достарыны қоңсылар ма, тойларыңызға қайтсын? Армияда болған. Ойбай, сондай ма? Ат аталмай қатардан қалғанлар бар ма, қарашы, қалтарыста қалмасын. Аңсатпай ағамыздың армейский достарына жұп сәлем, группалас достарына жұп сәлем. Келін алыңыздар, армейскийлер, группаластары, армейскийлеріне жұп сәлем салып қойып. Ішінен сөгін тұрған жарына үшеуі бар. Қайта сәлем салдыра берді. Ал види, сәлем салса жаман болмайсыздар. Көп жаса, бақытты болды өп кетеді. Сондықтан осы әйел адамдардың көп жасап, ер адамдардың ерте кетіп қалып атқан содан әйелдер сәлем салып көп жаса деген пәтияны алады ғой. Сондықтан әйел адам көп жасайды екен. Ал Манастың жора жолдастары 0096-лары, аға, апа, жігіттің қандай екен досына қарап білесін дейді. Балаңыз иншалла жан жағын таспен емес, доспен қоршаған жігіт екен. Ағайын, мына жігіттің қандай екен досына қарап білесін дейді. Бір дос бар, мына қалтадан мал кеткенше, бір дос бар, мұрнынан қан кеткенше, бір дос бар, кеудеңнен жан кеткенше дейді. Манасжанның достары, бір ойнап бір жүрген достары, Кеңес пенен Бибіназ, сондай ғой, Жеңіс пенен Бибіназ. Жымен кіңіз бірдей екен, апа. Кеңес, Бибіназ, бар ма? Жеңіс, Бибіназ. Жеңіс, Бибіназ, жоқ. Жарас, Діляфруз. Дұрыс айтып жатырмын ба? Жарас пенен Діляфруз, Оралбай, Жанар. Илхам, Оралбай, Жанар. Сен ба, Оралбай, келші, құдай, аналар жоқ па? Қасач, құрдасың құтты болсын. Келіншегің атынан сал. Ма, жойтып алмайсың ба демек қой, одан көп ақшаны ұстап көргенмін. Айтып тұршы оданнан. Илхам, кім? Пери. Илхам Пери. Тойларында қайтсын. Құрдасыңыз құтты болсын. Нартай Барно. Бар ма?
Нартай, красавчик, барының атынан алып келе бер. Кім деген? Жарасқа қосып жіберген ба? Шарияр для Фруз. Шарияр. Для Фруз. Нартай, Барно, Камал, Шахноза. Нұрғазы Бойдақ. Қайсы ол? Нұрғазы Бойдақ. Сен ба? Келі, красавчик. Неқтан. Жүктан. Әйелің атынан салсай, өзің әйелің ғой. Біреу, екеу, елгізегі үшке дейін. 4 құбылаң тең болсын. 4 құбылаң тең болсын. Ейча, 5 уақыт намаз оқыды. Көкітсің. Кім? Рауаш, красавчик дейді. Бахадыр. Сенем оқи атмайатсың ба? Батыр Гүлбахар. Бар ма? Келе бер. 96-лар қайда? Илхам Пери. Ерболат Тұрсынай. Балашаға бар ма? Кім? Балашаға атынан жүптан болатыр бәрі. Ой, не? Жүптан. Балашаға атынан біреу. Ерболат Тұрсынайдың атынан. Балашағың бар ма? Оң атынан сал, келін алсын. Кішкентайларың бар ма? Солардың атынан сал. Ербо, өткенде бірінші орын алдың ғой. Жаным, өзің сәлем салайыншы. Байлар жақсы көріп. Ішінде бар екен ғой. Абат Гүлшехра. Жолың болсын, ертең Алматыға кетіп баратыр оны ола. Абат Гүлшехра. Айбек Криса. Айбек Криша? Криса ма? Өзің айт. Айбек Криса. Сондай. Сосын? Азиз Хурлиман. Камал Шахноз. Дауран. Алишер. Айдос. Құрал. Малик. Алман. Қожа. Алпамыс. Шухрат. Жазылмаған. Айта бер. Жоқ ба? Біреу да келмеді ма? Әруақтарға жүріп сәлем. Ал, таяқ ұстаған красавчик, атың кім? Нұржан. Нұржанның құрметіне жүріп сәлем салып қойшы, зорға тұр. Ал, келінжан, иіліп түскен босаған, ежелделіп бірлер жасаған. Алтын босағанның құрметіне жүріп сәлем бері келіншек, жүріп сәлем әйле келінжан. Ал енді, апа, мама, келіңші. Ал, қалып қойған жоқ ба? Тазагүл апа, келін қайнененің топырағынан дейді. Мына келінің бетіндегі ақ жаулықты өз қолыңызбен ашып берсеңіз, неқа келсейді. Мама, осы келінің бетіндегі ақ жаулықты ырымдап сізге аштырайын. Өзіңізге жайлы келін болсын. Апа, мына келінің бетіндегі ақ жаулықты кім ашса сол ыстық болады екен. Ене мен келін бір-біріне ыстық болсын. Өзіңе жайлы келін болсын. Тазагүл апа, басқа жерде мұрындық апасын аштырады ғой. Ол мұрындық апамен тұрмайды ғой, сізбен тұрады ғой, дұрыс па? Сіздің қолыңыз тұра ма? Ау. Бөлек шыға ма? Қолыңда тұра ма? Соны сұрап бер деп еді ғой. Мына жерінде түйінді пісімілі деп ағытасыз. Апа, бетіндегі ақ жаулық бері қарай аласыз. Маңдайынан ғана 3 мәрте сүйіп, таңдайына тіпай деп түкіріп, контрольный ішіне бір теп, құлағына тазагүл деп бақыр. Атыңды ескеннен қорқатын болады, апа. Жаңа, өзіңе жайлы келін болсын, я? Пісімілі деп. Нұржан, мына жерде ақша бар. Жаңырағың бек болсын, төзі ұшып түтін самға парман құсын қызыр келіп қонсын. Ақ отауың бекерге тасын жеп, жаңырағың бек болсын, төзі ұшып түтін самға парман құсын қызыр келіп қонсын. Кел, Нұржан, қазір, мұнан шешіп берім. Қалай келін бола ма? Ойбай, болады деп қой. Болса да, болмаса да осы, апа. Қапталына 2 келінім сүйсей, онам адам баласы ғой. Өзінің келінін сүйді да. Жан, бетінен сүйме, апа, келін бетінен сүйсең бетпақ болады дейді. Маңдайына берсін, маңдайынан сүйіңдер. Мына келініңнің бетіне жабылған ақ жаулық, апа, ырымдап сізге табыстайын. Осы ақ жаулықты осы келіннен немере сүйіп, ертең немере келіннің бетіне ақ жаулық қылып жапқайым деп ниет етіп, мына ақ жаулықты үйге апарып сандықтың түбіне сақтап қой. Жақсы ниет. Мына ақ жаулық сізге қадесі бар бізге.
Апа, бізде ұят жоқ. Ойбай. 80-90-ға шықсын. Аумин, бізді мақтыққа жетірсін. Ойбай, апа. Мені Құдай өлтірсін ба, апа? Шапан десе шапан. Тойыңызда қайтсын. Апа, ашуланып тұрған жоқсыз ба? Сіз қатты күлмеңіз. Сіз қатты күлсеңіз, көзіңіз жұмылып қалады екен. Күлет, көз жұмылып қалады. Енді бір пәтия алайық. Жас үлкен ақсақалды атамыз болса. Үйленіп атқан бала қайда? Манас беді? Ана аты кім? Білмеймін ғой. Нұраддин атамыз бар ма? Нұраддин ата. Ата, дайте бата. Манас шақырыңыздар. Манас жас шаңырақ деп пәтия алсын. Ата-анасы ел халық жинап, ақ дастархан жайған соң үйленіп атқан бала мен келін пәтия алсын. Ағайын, ассалаумағалейкум ата, қуаныш құтты болсын. Келіңіз. Сіздің шапаныңыз мен киіп қоймадым ба әйтеуір? Бар ма шапаны? Ата, осы жас шаңыраққа, осы әулетке деген ақ тілек пәтияңызды білдіріп өтсеңіз. Манас шақырыңыздаршы, Манас бар ма? Біле ма өзі үйленіп атқанын? Айттыңдар ма? Манас! Бойдақ емеспін. Ата-анасы ел халық жинап, ақ дастархан жайған соң, жас шаңырақ деп осы балдарға пәтия алып берейін деп жатыр. Ағайын осы жас шаңыраққа деген ақ тілек батасын білдіріп өтетін кім? Келін, мына жерді шешіп берші, ақша береді мына балаға. Мына мамаңа апарып бер. Ана жерде ақшасын бер, тауарын тастап кет. Біздің үйде де бар біреу деп отыр. Манас! Ассалаумағалейкум. Құсың құтты болсын. Красавчик, сен ба үйленіп атқан? Бақытты бол. Келінің қасына тұр да, жас шаңырақ деп атанаң ел халық жинап, ақ дастархан жайып, сіздерге пәтия алып берейін деп жатыр. Қолыңды пәтияға жай. Екі жастың ортасына есі кеткен түседі дейді. Былай тұр. Қолдарың, сен шалың қайда? Иің қайда? Папа қайда? Папа! Міне қай тұрса ей. Ал ел халық жинап, аға, ақ дастархан жайған соң пәтиясын алайық енді. Жаңбырмен жер көгерсе, пәтиямен ел көгереді дейді. Дұрыс па? Біздің ағай мына мұсылман халқы, біздің қазақ халқы, аттан құласа да салттан құламаған халықпыз ағайын. Пәтиямен таңды атырып, пәтиямен ғана күнді батырған елміз. Мына айтады, батал ел арымас, батасыз ел жарымас дейді. Сондықтан сіздерден өтініш, ана қасық, вилкі, рөмкіні орнына қойып, пәтияға құлақ түріп, қол жайыңыздар. Пәтия көпті кетпейді, сіздерге де жұғысты болсын. Әляқа, аумин. Ал ата, дайте бата. Аумин. Алла қабыл етсін. Міне бүгін Ансат күйеуіміз, Тазагүл қарындасымыз ел халықты жинап, келін түсіріп той дастарханын жайып атқан екен. Жайған дастарханлары хәмеше жақсы күндерге, тойларға жайылсын. Не балаларымызға бір пәтия алып берейін деп жатқан екен, ниет етіп отқан екен, ниеті қабыл болай. Ай балаларым, Алла қабыл еткей, өскөйсіздер, өңгөйсіздер, ұл өсіргөйсіз, қызы өсіргөйсіз, қатарыңыздан кем болмаң балаларым. Қосылғаныңызбен қоса қарғайсыз, алдымызда ойнап күліп жүре бергейсіз. Хәмеше жақсы күндерге қызметте берің, қызметлерің екі жаққа тең бұйырсын, бақытты болғайсыз балаларым. Алла. Аумин, Аллаху акбар. Пәтиясын, шапаным бер, шапаным. Тұра, асықпа. Құр қолға пәтия жүрмейді, ата. Шапаның құтты болсын. Ой, 100 жасаңыз, ата. Ата, қолың жайшы, мен де бір бата берейін. Жастың тілегі қабыл демей ма? Солай ма? Аумин. Мен берейін деп атырмын, ата, қойып тұр. Аумин. Қолың жайыңыз. Күлсен, кәрігі күл, жасын береді, жолын береді демей ма? Ата, ешқашан бітпесін шүкіріңіз. Жайылсын шар тарапқа тұқымыңыз. 80-нің сіңгірінен аман өтіп, атау, 90-да тоқал алам деп құтырыңыз. Аумин. Жан, уйбай, тоқалды айтып мен қолым қысып қоямын мына кісі. Как бұл тоқал мен алып беретін дейді. Әзіл ғой, күлсен кәрігі күл, жасын береді, жолын береді дейді. Красавчик. Манас беді, құсың құтты болсын. Бақытты бол, өмірлі бол. Атанаңның жолын беріп, келін ал, қыз ұзатқайсың. Өмірлік жолдасыңа басыңды иіп, 4 мәрте сәлем салшы, келін. Біреу, екеу, сәлем салып жатыр, үшеу. 4 бақытты бол деп тұрған ешсің өзі әйел. Мінерге бір-екі сом салады ғой, сәлем салғанда. Сасай! Қанша салуыңа қарап салады бұл да. Бармеді айтыр, екесі шығып кетті. Тойыңда қайтсын.
Бақытты бол, өбірлі шүбірлі бол. Бара бер, қазір санаулы минуттарыңыздан келін тойды бастаймыз. Екі қапталында ақыран қайда? Ақырана! Охрана! Ана уже палтоның киіп шай ішіп, тамақты опырып жатыр ғой. Екі қапталынан ұстап, туры былай, төрге бар бір сәлем салып, айналып шығып кетеміз, Әлім Шөмекей Бозғыл әулетінің келіні. Ағайын бір қошеметтеріңіз болсын, баршаңызға осы той жұғысты болғай. Бозғыл әулетінің келіндері, маэстрым, төрден айналып. Үшеуің үш түрлі сәлем салмай, бірдей салыңдаршы. Әр столға бар сәлем салың. Оған деймен дастархан жинап алайын. Тату болса, ас көптеген мақалдың айтылуай, тегінбедай. Апысын тату болса, ас көптеген мақалдың айтылуай, тегінбедай. Әлім Шөмекей Бозғыл әулетінің келіндері ағайын, бақытты бол, көп жаса деп қойыңыздар. Сіздерге де жұғысты болсын. Аярлақ тұтқан ағаны бауырымда. Жастар тойына дайындаламыз, келінді алып шығайық. Стульчикті алып тастайық, керек емес, фото кейін түсіре бересіздер. Стульчикті алып тастайық. Рахмет. Ал ағайын санаулы минуттарымыздан жастар тойы басталады. Сондықтан алдымен бір екі жұп ән болады, одан кейін жастар тойын бастаймыз. 96-лар дайындалайық, жастар тойын тойлауға. Маэстрым, сіздер үшін әсем әндеріміз. Солай ма? Той қыласын. Арқылан және де тойханамызда қойсыларды амадат бәрші меймаларын ойын соқларға мұрат етеміз. Тойханамызда армейский жұраларына атларына мархамат. Атан язағалымыздың атларынан тойханамызды сұраулар бойынша және де өшті қойсылар болады бәрші меймаларымызды ойын соқларға мұрат етеміз. Дүния тойханасы қош келіпсі. Мархамат. Армейскийлердің атына мархамат. Атан язағалының атына мархамат. Davran. Kollarından bir kez şay düşkün gelir. Senin menen suretke de düşkün gelir. Janыңдағы dostlarыңда көріп қойсын. Düşkün gelir, sen menen şay düşkün gelir. Kollarından bir kez şay düşkün gelir. Senin menen suretke de düşkün gelir. Janыңдағы dostlarыңda көріп қойсын. Düşkün gelir, sen menen şay düşkün gelir. Sağınaman men közleringdi. Sağınaman men sözleringdi. Umutmadım canım, umutmadım. 90'ınшы жылlarдағы суретіңді. Ayşe. Biraz yıllar ötті seni көргенім жоқ. Sonda da sen жүрегімнен орын алдың. Bir көргеннен көзлеріңді естіп қалдым. Сол баяғы ауылыңа ізлеп бардым. Biraz yıllar ötті seni көргенім жоқ. Sonda da sen жүрегімнен орын алдың. Sağınaman men көзлеріңді. Sağınaman men sözleringdi. Umutmadım canım, umutmadım. 90'ınшы жылlarдағы суретіңді. Sağınaman men közleringdi. Sağınaman men sözleringdi.
Unutmadım canım, unutmadım 90'ınшы yıllardağı suretini Toy meymanlar metlerine jenede dostlar davamıdır. Toylar var dostlar. Ağustin silkinip gözlerini yakıp Mevcurup tavlanıp deryadin akıp Ağustin silkinip gözlerini yakıp Mevcurup tavlanıp deryadin akıp Her lahze bana bir hoşray bakıp Her lahze bana bir hoşray bakıp Erkelep erkelep nazlanıp oyna Erkelep nazlanıp oyna Dur turay tur güzelim tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Tur endi tur koy tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Gülgün çayağlık açılıpsa açılıp Oturmağın maharetin yaşırıp Gülgün çayağlık açılıpsa açılıp Oturmağın maharetin yaşırıp Güryenlerin keyfiyetin aşırıp Güryenlerin keyfiyetin aşırıp Erkelep nazlanıp oyna Tavlanıp sallanıp oyna Dur turay tur güzelim tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Tur endi tur koy tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma İlham alıp şu kuşlar gücünden Bir yalpıldan alaman içinden İlham alıp şu kuşlar gücünden Bir yalpıldan alaman içinden Cımbırdatıp canı ayak ucundan Cımbırdatıp canı ayak ucundan Erkelep nazlanıp oyna Tavlanıp sallanıp oyna Dur turay tur güzelim tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Tur endi tur koy tur oyna Bana yakkan oyunlarını koyma Usul verip yelke boyunlarına Şeyda bulsun görgen oyunlarına Usul verip yelke boyunlarına Şeyda bulsun görgen oyunlarına Güller dolup gitsin koyunlarına Güller dolup gitsin koyunlarına Erkelep nazlanıp